Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге студия приложениесімен сторис дайындауды көрсетемін. Ол үшін осы студия приложениесін скачать етіп аласыздар. Ішіне кіргеннен кейін төмен түскен кезде мынау қара плюс батырмасын басамыз. Плюс батырмасын басып ішіне кіретін боламыз. Осыны басасыздар. Бізде осы ашылады. Мына жерде енді фото қылып істесеңіздер, видео істесеңіздер болады. Мынау save деп тұр ғой, осы ең соңғы тұрғаны. Осыны басып біз новыйдан создавать етеміз. Барлығын бұл жерде енді размерді өлшеп алуға болады. Мына астыңғы жағында да TikTok, Instagram, Reels деп сторисінің форматтары, размерлері тұр. Осы жерден размер істеп аламыз. Мына жерде image дегенді бассаңыздар, галереядан кез келген фотоны қойып аламыз. Өздеріңіздің сторисқа қандай фото қояйын деп тұрсыздар, сол фотоны осы жерге әкеліп, студиядан шрифтін, жазатын сөздерімізді барлығын осы жерден жазып барып, Инстаграмда стористарыңызға қойсаңыздар болады. Мына жерде енді кез келген бір фотоны таңдай салайын. Мысалы, мына фото енді үлкейткен кезде қатты үлкен болып кетеді екен. Бұл керек емес. Қазір басқа фото алып көрейік. Имиджге кіреміз. Галереяларыңыз ашылады. Имиджге кірген кезде осы жерден кез келген бір фотоны алып көрсетейін сіздерге. Мысалы, мына фотоны ала салайық. Осылай үлкейтесіздер. Үлкейтіп аламыз. Осы размермен бірдей қылып. Сосын мына жоғары жақтағы птичка бар ғой. Соны басасыздар. Мына жерде тұрған, осыны басып. Енді мына төмен жақта image деп тұр, image text деп тұр. Бірінші тұрған тексті бассақ, әртүрлі енді өздеріңіз қалаған тексті жазасыздар. Мысалы, SMM марафоны деп жаза салайын. SMM марафоны деп жазсақ, мына жоғары жақтағы басамыз, одан кейін бізде осылайынан ашылады. Мына жерде түрлі шрифттар бар. Енді өздеріңізге ұнағанын әртүрлісін қарап, таңдап, қайсы келесі стористеріңізге қайсысын ұнатасыздар, сол шрифтқа қойсаңыздар болады. Мысалы, мына шрифтті қоя берейік. Одан кейін міне ашылып тұр, астында стиль деп тұр. Бұл жерде енді ортасына қойсаңыздар, бұлай шет жағына қойсаңыздар болады. Одан кейін екіншісі бассаңыздар, бұлай арасын жақындатып алыстата аласыздар мына сөздің, текстін. Одан кейін үшінші тұрғанды бассаңыздар, бізде тек қана үлкен әріптермен жазу, или тек қана кішкентай әріптермен жазу. Осыны бассаңыздар шығады. Одан кейін үшіншісін бассақ, бізде бұлайына істей аламыз. Қараңыздар, бұл деген кейбір визуалдарда болады. Осылай жазуды ирек қылып қояды, или домалақ қылып қояды. Енді мына фотоға бұндай келмейді. Өздеріңізге кейбір фотоларға осылай жасап қойға болады. Дизайнын келтіріп, осылайнан қылып, жазуды қисайтып қойсаңыздар болады. Осылайнан қоямыз. Осылайнан қоясыздар. Енді мына жерде болды. Мына жерде текстің астында тұрған, үшінші тұрғанды басып кірсеңіздер, бұл жерде енді мынандайлар шығады. Бұны особо қатты қолданбаймыз. Бұл жерде платный версиялары бар. Pro деп тұрған, өйткені бұл смайликтер ғой, әртүрлі смайлик, гүл қою. Бұл особо қатты керек емес. Бұл жерден шығамыз. Одан кейін төртінші тұрған бұл жерде де енді фигуралар таңдасаңыздар болады, бірақ бұл платный версиялары. Бұны студияны карталарыңызды жалғап қойсаңыздар болады. Платный версиясына да тіркелсеңіздер болады, бірақ бесплатный версиясын пайдалансаңыздар да болады. Одан кейін бесінші тұрған видео. Видео дегенді басып, осы фотоның үстіне видео қоюға да болады. Мінекей, мысалы, мына видеоны таңдай салайын. Таңдап, птичканы басасыздар. Мына жерде тоже басасыздар. И осылайнан шетіне әкеліп қойсақ болады. Видеоны осыны шығарғасын. Фотоны қойып, ар жағына осындай шетіне кішкентай қылып видео қойып қойсаңыздар болады. Бірақ бұл бізде Инстаграмда да бар, Инстаграмда сторисқа кірген кезде тоже видео қоюға болады осылай. Енді рекламамыз кетті. Осылайнан шетіне қойып қойсаңыздар болады. Видеоны пока алып тастайық.